Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Токайкыз, және де бүгін менде ауылдық келіннің 3-ші бөлімі. Алдында білесіздер, екі қызды алып кетуге бара жатқан. Сол кезде бітіп қалды. Және де сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Ата, қалайсыз? О, шырақтарым, қалайсыңдар? Сәлем бердік. Бақытты бол, айналайын. Ата, Саниялар қайда? Олар ана жақта жүрген, ойнап, ана комнатада. Өздерін көріп келіңдер, чемодан бәрін дайындап кеткен апасы. Жарайды. Жарайды. Сен жаңадан түскен келінсің бе? Мен жаңадан түскен келінмін ғой. Кеше ма түскенмін. Алдында ма? Жарайды, жүр, шалып кетейік. Жандарым, қалайсыңдар? Әлием менің, Сәния мен Саянам. Сәлем, жандарым. Сіз кімсіз? Ол сенің жеңгең. Жеңгем ба? Нұрсұлтан аға үйленген ба? Күшті. Нұрсұлтан аға үйленіпті ғой, сондай әдемі әйел алыпты. Жандарым, мен сендерді алып кетуге келдім. Мен қайтқым келмейді. Мен Әлимен ойнағым келеді. Жарайды енді, тағы да келесіңдер ғой. Кеттік онда. Кеттік. Қаланы қатты саған кеттім ғой. Мен де саған кеттім. Мен кішкене қателеуге отырайыншы. Өтінем. Отыра ғой. Жарайды, отыр. Сосын кел, жарай ма? Келем. Ой. Отыра алмайм. Жарайды, онда жүр. Апа, солармен амандаса ғой, жарай ма? Мен кішкене ұялып тұрмын. Ұялма, жаным, сол өзің үйің ғой. Жарайды. Саяна, Сания, привет. Привет. Мама, апа. Жандарым, менің қыздарым еліпті ғой. Менің қыздарым, жаным сол. Сендерді сағынып кеттім ғой, боташкаларым менің. Ал сендерге ұнады ма? Ұнады, маған қатты. Маған да қатты ұнады. Ол жақта мен атқа отырдым. Бәрін істедім, бәр күшті болды. 10 күн қалсам да бәр күшті болды. 10 күн ішінде қатты саған кеттім сендерді. Жандарым менің. Кішкентай ғана. Киімдеріңді орналастырыңдар ма? Орналастырамыз қазір. Жандарым. Қатты жақсы көрмейсіңдерді. Қыз құрсын, жатайын. Кеш батты ғой. Осыны кие салайын. Ертең тұрған соң жөней салам. Ыстырайын. Қайырлы таң. Бірге тұрыппыз ғой. Бірақ мен сені бірінші тұрып алдым. Бүгін уборканы күні емес па, ерте тұру керек. Уборканы күні ғой. Уборкаға не киіп алсам болады екен. Обычно уборкаға осыны кием. Мен киейін деп едім. Ладно, мен қазір тауып көрем. Осыны кие салайын. Бос киім просташы. Кірлетсен де қатты кірленбейді. Ана айым әлі ұйықтап жатыр ма? Ұйықтап жатыр ғой деймін, сол қыз. Қазір көріп келейін. Если тұрмаса, қазір оятам. Тұрсашы, не жатсандағы? Ұмытып кетіппін. Бүгін уборканың күні емес па, бүгін сейсенбі. Кешіріңіз, ұмытып кетіппін. Қазір тез киіп алам осы киімді, сосын жасаймын. Өзім-ақ жасаймын, сіздер жата берсеңіздер болады. Біз барлығымыз общий жасаймыз. Өзім жасаған ес. Апа бізге бір бәле береді. Жарайды, қазір. Бол тез. Мынаяқтар жинайын. Ой, ұйықтап жатыр екен ғой.
жандарым. Мана картинкаларда бір кір болып кетіп, осыларды алып, бір жаңа картинкалар қою керек еді. Бүгін айтып көрейін апаға. Так, сен білесіз да, мен пол жуып шығайын жарема? Жақсы. Так, болдық-ау, наконец-то, әйтеуір бүйтіп деген кезде. Қазір енді қыздарда тұрып қалар, солардың тамағын жасап беру керек. Иә. Может, кім қатты шаршаған жоқ? Мен қатты шаршаған жоқпын. Онда барып қыздардың таңғасын жасап қойшы. Қазір үшеу тұрады, сол кезде ішеді тамақтарын. Жарайды. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сериал ұнаса лайк басып және тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер, және де колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Актив көтерейік. Айтпақшы достар, мен пиар жасап жатырмын қазіргі таңда. Ешқандай ақша керек емес. Ең бастысы маған тіркелулі болсаңыздар жасап беретін боламын. Бірақ жасаған жандарға қайтадан жасамаймын достар.